Дәл қазір сіздерге сила воля жоқ, күш жігерім жоқ, арықтауды соңына дейін апара алмаймын, мотивация өшіп қалады деген қыздар болса, осы видео сіздерге арналады. Арықтау үшін неліктен сила воля жоқ, осыны қазір тереңірек айтайық. Жалпы кез келген қыз-келіншек арықтауға келмес бұрын мотивацияның күшімен келеді. Сила воля бастапқыда күшті болып тұрады. Неліктен? Мотивация негізі екі түрге бөлінеді. Біреуі сыртқы, екіншісі ішкі. Сыртқы мотивация ол жаңағыдай уақытша. Біз кез келген бір арықтаған адамға қарап мотивация аламыз. Тіпті марафонға немесе курсқа келу арқылы мотивация аламыз. Тіпті аш жүріп арықтауға да дайын болып тұрамыз. Ол бізде сыртқы мотивация. Сыртқы мотивацияның бір өкініштісі ол тез өшіп қалады, яғни арықтау процесі соңына дейін бара алмай қалады. Күш жігер біт қалады деп қыздар үнемі осы сила воляге жауып жатады. Ал іштей мотивация ол ұзақ түрде болады. Ол осознанно түсінеді, не үшін арықтау керектігін түсінеді, жалпы арықтау оған керек пе, осознанно барлығын түсінеді. Жаңағыдай мен арықтасам, денсаулығым жақсарады, тісім жақсарады, тісім ауырмайды, варикоз мені мазаламайды, көптеген жаңағыдай аурулардың алдын аламын деген сияқты өзінде бір мақсат болады. Ішкі мотивация ол ұзақ уақытқа шыдайды, тіпті арықтау процесін соңына дейін апарады. Мәселен, жаңағыдай ішкі мотивацияның әсерінен бұлшық массасын өсіру мүмкін, немесе бір дене бітімін тренер сияқты әдемі ету мүмкін. Міне осы ішкі мотивация сіздерде болуы қажет. Ішкі мотивация болу үшін алдында айтқандай жеті не үшін техникасын пайдаланыңыздар. Енді қазір сила воля не үшін жоқ, соны мен қазір айтамын. Жалпы адамда неліктен сила воля бітіп қалады, күш жігері неліктен болмайды? Бұның барлығы біздің бала кезден алған детская травмаға байланысты. Детская травманы біз ұмытып қалуымыз мүмкін, бала кезде ұмытып қалуымыз мүмкін, бірақ оны біз ұмытқанымызбен біздің миымыз, біздің денеміз ұмытпайды. Ұмытпағаннан кейін біз оны всегда қайталаймыз. Ол қалай? Бізде жаңағыдай бала кезде ата-аналар бізді үнемі жұрттың баласымен салыстырады. Ана жұрттың баласын қарашы, керемет болып жүр. Ана жұрттың баласын қарашы, үйін тап-таза етіп жинап қойған. Сен неге жинамайсың деп үнемі бізді жаңағыдай агрессияға, стресске алып келеді. Жұрттың баласы керемет, сен керемет емессің деп. Сол кезде бізде іштей сенімсіздік пайда болады. Сонда жұрттың баласы жасай алады, мен жасай алмаймын. Я, олар дұрыс айтады, демек мен жасамаймын. Яғни жұрттың баласы жасай берсін, мен жасамаймын деп үнемі жаңағыдай өзімізге сенімсіздікті пайда қыламыз да, әрі қарай әрекет жасамаймыз. Мысалы, аналарымыз немесе әпкелеріміз, папаларымыз айтады, ана жұрттың баласын қарашы, үйі тап-таза тұрады. Сен неге олай тазаламайсың? Неге біздің үй олар сияқты таза тұрмайды? Сенің қолынан түк келмейді. Әкеш бері өзім істеймін деген сияқты етіп, бізге андай ұрысу арқылы, біреумен салыстыру арқылы бізге айтады. Содан кейін біз іштей қалаймыз, үйіміздің таза болғанын, жұрттың баласы сияқты болғанымызды қалаймыз, бірақ ол бізде қиын сияқты болып көрінеді. Вроде үйді тазалап бастаймыз да, одан кейін әрі қарай уже бәрібір де жұрттың баласы сияқты бола алмаймын, бәрібір де олардың үйі сияқты таза болмайды менің үйім. Одан да мен жаңағыдай білгенімді жасай берейін деп үнемі соңына дейін апармаймыз да, өтірік болсын үйді жинап қоя саламыз. Содан кейін қайтадан анамыздан айқай естейміз, неге сен тазаламадың деген сияқты айқай естейміз. Бір сахна қайталана береді. Яғни бізді жұрттың баласымен салыстырғандықтан. Міне осы жұрттың баласымен салыстырған кезде бізде сенімсіздік пайда болады ғой. А вдруг мен осы істі бастасам банкротқа кетемін. А вдруг мен ол курсты сатып алсам, жаңағыдай арықтамай қоя салам. Или а вдруг мен ол курсты сатып алсам табыс таппай қалатын шығармын деген сияқты іштей қорқыныш болады. Яғни жұрттың баласы арықтап жатыр, жұрттың баласы күшті табыс тауып жатыр. Менде ондай болмайды, қоя қояйын осы жерден деп бізде резко уже өзімізді тастау, самооценкамыздың төмендеуі дәл осы жерден басталады. Егер бізде ата-аналарымыз, допустим, мына гантельді ұста, осы гантельді 1 сағат бойы тоқтамай, қимылдатпай ұстасақ, сенде бұлшық ет қатаяды, сен арықтай бастайсың деп әдемілеп түсіндірген кезінде, яғни түсінікті түрде түсіндірген кезде, біз ол гантельді мүмкін 1 сағаттай ұстауымыз мүмкін. Ал егер де просто мына гантельді ұстап тұр 1 сағат деп, просто беріп қояды, одан кейін біз түсінбейміз не үшін ұстауымыз керек, ол бізге гантель ұстау керек пе, ол бұлшық ет қатая ма, оны білмейміз да. Бастапқы 10-15 минут ұстаймыз да, одан кейін ой, қойшы мен шаршадым деп тастай саламыз да. Одан кейін барып аналарымыз қайтадан айтады, ей, сен неге ұстамайсың, жұрттың баласы осы ұстап тұрады, жұрттың баласы осы ұстап тұрғаннан кейін арықтайды, жұрттың баласы деп бізді ары қарай уже
агрессияға, стресске алып келеді, жұрттың баласымен салыстырады. Сол кезде бізде сенімсіздік міне дәл осы жерден пайда болып тұр. Мұндай детский травмамен қалай жұмыс жасайды? Мұндай детский травмада ең алдымен сіздің сенімділігіңіз қажет болады. Яғни сіз өзіңізге өзіңіз сенуіңіз қажет. Қалай сенесіз? Сіз алдыңызға кішкентай ғана мақсатты қоясыз. Яғни біз бірден 20 миллион теңге таппаймыз, бірден 30 келі салмақ тастамаймыз. Азғантай ғана мақсаттардан бастаймыз. Мәселен, сізде 20 миллион теңге табыс табу болатын болса, мақсатыңыз 1 жылдық мақсатыңыз. Ал демек, сіз жаңағыдай 20 миллионды күніне бөлесіз, солай күніне табуға тырысасыз. Яғни сіз оны бір күнде таба алмайсыз, тек қана күніне табуға тырысасыз. Ал артық салмақ тастауда да сондай. Сізде артық салмақ 30 келі болса, демек сіз 30 келіні бір айда тастамайсыз. Сізге шамамен бір 6-7 айдай уақыт кетуі мүмкін. Күнделікті сіздің салмақ тастайтын нормаңыз болады, күнделікті іс-әрекеттеріңіз болады. Мәселен, бүгін мен бір жаттығуды қосамын. Все, Айнагүл, сен маладессің. Сен осы жаттығуды қосасың және арықтайсың. Одан кейін тамақтануды дұрыстайсың. Осылай сен артық салмақтан арылуды бастап кетесің. Бұл саған қиын емес. Мен саған сенемін, соңына дейін барасың деп күнделікті өзіңізді жігерлендіресіз. Өзіңізге сенімділікті бересіз. Өзіңізге өзіңіз сенсеңіз, әрі қарай арықтау да сізге оңай болады. Сол кезде силовой жоқ, мен шаршадым, мен қиналдым, мен шыдамаймын деп айтпайсыз. Жалпы барлық адамда шыдамдылық болады. Яғни қиналып бара жатса да, егер де нәтижесін қандай болатынын білсе, кез келген адам шыдайды. Сіз де шыдай аласыз. Мәселен, 1 сағат мына 5 литр суды ұстап тұр. Оны ұстап тұрсаң, сенің денең қатаяды, сенде уже бұлшық массасы пайда болады деп өзіңізге жаңағыдай цель қойып қойсаңыз, онда ол бұлшық массасы пайда болады, шынымен сізде нәтиже болады. Ал егер де сіз мына бір сағаттан ұстап тұрсаң, мен қолым талып кетеді ғой, мен қиналып кетемін ғой, мен қолымнан келмейді, мен шаршаймын ғой, одан да мен барып жата қояйын деп өзіңізді жаңағыдай екінші сенімсіздікке алып келетін осындай ойлар болатын болса, онда сізде силовой шынымен бітіп қалады. Барлық адамда қиындық болады, барлық адамда проблема болады. Яғни проблемада, қиындықта ол барлығы сол адам көтере алатындай болады. Сол үшін сіздің өміріңізде қандай проблема бар, қандай қиындық бар, демек сіз оны көтере аласыз. Арықтау барысын бастадыңыз. Арықтау процесі сізде соңына дейін бару үшін сізге сенімділік қажет, қыздар. Сенімділікті тек қана өздеріңіз ғана жасай аласыздар. Ол сенімділікті мен жасай алмаймын. Тіпті жолдасыңыз, тіпті жігітіңіз, тіпті анаңыз жасай алмайды. Жұрттың баласымен салыстырған травма ол сіздерді барлық жаңағыдай проблемаларға алып келеді. Көптеген проблемалардың шешімі осы сенімділікті алып келсеңіз, өзіңізге өзіңіз сенсеңіз, міне осы травмалардан сіз жазыласыз. Күнделікті өзіңізді мақтаңыз. Мәселен, қалай мақтайсыз? Вау, Айнагүл, сен жаттығу жасадың ғой. Сен осы 8 минуттық пресс жаттығу жасадың. Сен маладессің. Сен соңына дейін бардың. Сен бүгін су нормасын іштің. Сен бүгін сапалы ұйықтадың. Сенде ұйқы керемет болды. Сен күшті таңғы ас іштің. Дәл осылай өзіңізді мақтайсыз. Өзіңізді никогда біреумен салыстырмаңыз. Егер де сіз біреумен салыстыратын болсаңыз, мәселен, марафон барысында болсын, курста болсын, біреу бір айда 10 келі салмақ тастаса, сіз 7 келі салмақ тастасаңыз, анау менен жаңағыдай 3 келі артық салмақ тастап қойды. Мен 7 келі тастадым, а ол 10 келі тастады. Неге деген сұрақ болмау керек. Сізде вау, мен 7 келі салмақ тастадым, уже 7 келі салмақ тастадым, тағы да салмақ тастаймын, мен өзіме сенімдімін. Мен салмақты тастап, фигурам қалыпқа келеді деп өзіңіз сендіресіз. Оны күнделікті жасайсыз, оны күнделікті прям сол кезде ғана нәтиже болады. Бұл жердегі мендегі мақсат сізге детская травманы берген адамға сізді қарсы қою емес. Керісінше, детская травма пайда болған болса, яғни сізді салыстырған осындай бір детская травма болса, одан қалай құтылу керектігін және одан қалай жазылу керектігін, қандай іс-әрекет істеу керектігін айтамын. Ары қарай істеу, істемеу өзіңізге байланысты. Әлі тағы да алда детская травмалардың түрлері болады. Әр травмалары сіздерге техника айтылады, соны жасасаңыздар. Практика түрінде жасаған техника ол сіздерде ұмытылмайды. Ал егер де просто ақпарат айтылды, сол айтылған жерде қалатын болса, онда жаңағыдай барлығы ұмытылып кетеді.
ауаға айтылғанмен бірдей болады. Сол үшін айтылған ақпаратты дер кезінде жасаңыздар. Қазіргі сіздерге жасау керек іс-әрекет ол өздеріңізге сенімділікті арттыру, өзіңізді біреумен салыстырмау, жұрттың баласы мен салыстырмау, өзіңізді тек қана өзіңізбен салыстыру, өзіңіздің жетістіктеріңізді жазу, өзіңізді мақтау, өзіңізге сенімділік беру. Күнде өзіңізді мақтап ақ қағазға жазыңыз. Сен жаттығу жасадың, сен кереметсің, сен су нормасын іштің, сен таңғы асты керемет етіп іштің, түскі асты керемет етіп іштің, жаңағыдай күніне 10 000 шақты жасадың, сен молодессің, мен сенімен мақтанамын. Әрі қарай жалғастырсақ осылайынан керемет салмақ тастаймыз деп өзіңіздің жаңағыдай іс-әрекетіңізді жазып отырыңыз. Күнделікті жазыңыз, күнделікті өзіңізді миыңызға қойыңыз, сол кезде сенімділік те артады. Арықтай бересіздер, сила воля бітіп қалмайды.